Сосын қазір сержантқа жіберу керек. Қазір өзінде бар болса сержантқа жібере бер. Азиге? Эй. Что там? Нормально ма бәрі? Нормально. Өзіңде? Нормально. Алия? Нормально. Дұрыс па бәрі? Или кімге жіберсін, байдың жіберсін. Нормально. Жалпы андай ғой енді сұрап жатсыздар. Жалпы мен историямнан да бұрын негізі көрген шығарсыздар примерно шет жағасын не нәрсеге байланысты екенін. И андай ғой, өмірде жалпы енді 22-ақ жыл өмір сүрсем да біраз нәрсеге бүйтіп жағам ұстағам негізі. Біраз нәрсеге фу, ұятай деген, бірақ мынау енді кәдімгі патологы болды. Болмайды деген сайын бола береді екен ғой негізі көп нәрсе. Вот жағамды ұстап тұрмын жалпы. Негізі қатты эмоциональный адамда емеспін, бірақ сонда да бұл ситуацияда үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біліп тұрып сондай видеоға келісіп тұрған или сондай видео салып тұрған қыз баласы кінәлі ма, или үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біле тұра сол видеоны жасап тұрған еркек кінәлі ма деген сұрақ болады. Бірақ ол сұрақтың жауабы мен үшін біреу ғана. Бұл нәрсеге кінәлі еркек. Мен басқа бір адамдарды кінәлап олай істейтін адам емеспін. Өзі көрді, өзі таңдады, екеуі бір-біріне күшті жарасады, екеуіне болашақта тек бақыт тілеймін. Неге, мам? Соған? Неге енді айтсам? Енді әлі сендеген көншек болға дайын адам емессің ғой? Неге дайын емеспін? Кішкентайсың, әлі келешегіңді кішкентай болса құруың керек. Бірден күйеуге тиіп кетсең қазір не істейсің сосын? Енді қыз мұраты кету. Қанша кетті болса да, енді адам шамалы келешегін өзінің құрастырып, бір жерден үй алып, сондай алып, сенің не бір армандарың бар. Өзің білемін ма? Енді өзің білмей, сонда да. Соның бәрін енді алып қашып кетсе ше мені? Алып қашып кетсе қайтып әкелемін ғой. Ема неге, мам, ондай істеуге болмайды, ұят қой. Позор ғой, мам. Той қылып жатпаймын ба? Енді сонша бейнетіңе қалып, сонша сөздерге қалып, соны соқ. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Маманың да менің де түсіме қатар кірген екен папам бүгін. Соған қазір басына барып қайтайын деп шештік. Қазір інім келе жатыр, күтіп тұрмын. Қандай заттарымды алып алдым. Жан-жағындағы шөптерді алып, қоршауын ашып, құран бағыштап қайтайын деп тұрмын. Әкесізде өткен 4-ші жыл. Аман болыңыздар. Ата-аналарыңызды бағалаңыздар. Ай болды атқа бармағаныма деп жүріп, оказывается, ат өзім үйімде екен ғой. Неғып жүрмін 5 айдан бері ат сұрап деп қоямын. Міне, бүгін мына кісі и мен. Заңғар! Қалайсыздар, қайырлы күн. Бүгін 1 жылдан бері алмаған университетімнің дипломын алуға келген жайым бар. Ішінде менің колледжімнің дипломы тоже бар. Ой, наконец-то. Мені келіп алсаңыз жанып кетеді, күйіп кетеді деп әзер дегенде уговаривать етіп, енді төлеген ақшам бар ғой деп келіп алып кеткен жайым бар. Мен бұны заочно оқыдым.
болашақта тек бақыт тілеймін.